Жасыл энергия таза ортаю жарқын болашақ жобасы жоба 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Төретам кентіндегі 85-ші орта мектептің жанынан эко мектеп жылыжайы ашылды. Эко мектеп жылыжайында автоматты суару жүйесі, температура реттегіш, жаңбыр суын жинау жүйесі орналасқан. Оқушылар сирек кездесетін өсімдіктерді бөлме жағдайында сақтай алады. Эко мектепте оқушылар экологиялық білім алады, табиғатты қорғауға деген қызығушылығы артады. Екінші бөлім. Бұл күн панельді автотұрақ. Күн панельді автотұрақ электр шығынын азайтады, көліктен пайда болатын зиянды газдар мен ластануды азайтып, экологияны жақсартады, көліктерді күннің ыстығынан, жаңбыр мен қардан қорғайды. Жиналған энергияны жарықтандыруға, құрылғыларға немесе электр көліктерін зарядтауға мүмкіндік береді. Егерде электр көліктері көбейсе, табиғатқа көліктен келетін зияндылықтар саны азаяр еді. Үшінші бөлім смарт қоқыс жәшігі. Смарт жәшік қалдықтарды автоматты түрде сұрыптау арқылы қаланы таза ұстау, қайта өңдеуді жеңілдету және қоршаған ортаны қорғауға үлес қосу. Смарт қоқыс жәшігінің ерекшеліктері. Автоматты ашылып жабылады. Қолды жақындатқанда өзі ашылады. Инфрақызыл сенсор арқылы қоқыс салғанда шам жанады. Күн энергиясымен жұмыс істейді, электрсізде жұмыс істей алады. Қоқысты сұрыптайды. Пластик, қағаз, металды бөліп тастайды, қалалық жүйеге қосылады. Қоқыс толғанда арнайы қызметке белгі береді, қоқысты сығады. Қоқысты кішірейтіп көп сыйғызады, өзін өзі тазалайды. Ішін жуып, дезинфекция жасап тұрады, иісті азайтады. Ішінде фильтр немесе иіс жоятын жүйе болады, сенсор арқылы адамды анықтайды, бейне бақылау арқылы қоқысты ажырата алады. Дыбыс немесе хабарлама береді. Рахмет, жарайсың. Пластикті осы қорапқа салыңыз.